кісілер отыр ма екен соны білмеймін. Yani сіздер отырсыздар ма? Кісі тағы да бір ауылдан келіп отыр екен. Бұл кісі де мұғалім екен, завуштар да мұғалімдер де арасында келіп тұрады. Сонда бұл кісі риза болғаны тамыр ұстап берген. Бұл кісі айтады, осы имандыққа бет бұрғызып, біздің ауданға келіп біраз рухани бағыт бағдар берсең, өзің бір мешіттің басшысын, оның үстіне осы емші жолға түскен шәкірттерің де бар екен, осында көп тәржімең бар деп, бұл кісі менімен танысып қуанып отыр. Бұл кісі мұғалім, бұл кісіменен мен де біраз сұхбат менен бұл кісіден сұхбат алып отырмын енді. Сәлеметсіздер ме? Иә, мен өте қуаныштымын бүгін сол Нұрғазы ағамен танысқаным үшін. Өз жағдайымен келгенде Нұрғазы аға дұрыс айтты. Баланың ана инесін көрдім, мен оны дәлелдеймін. Содан кейін қалай баламды дұғалап ұстағанын, соның бәрін Нұрғазы аға айтты. Соған сенемін. Келешекте ойлаймын, что мен сіздің мені көргенім тамыр ұстағанда шекесінде, шекесі емес, шекесін сіз айттың, мен түйреуіш көрдім. Сол рас па? Иә, сол рас. Түйреуішпен оқыған, кейде имен оқитын бол. Нәрсемен болды. Сумен арақ. Дұрыс айттың, сол. Енді сенем, балам дұрыс жолға түсіп, семьямен. Одан кейін жаңағы сізге келін болып жүрген әйелді өте айлакер, былай айтқан актер деп айттым ғой ол кезде. Сонда сіз оны көріп тұрғандай дұрыс айтты деп риза болғандарыңыз жаңағы мойындайсыз ба? Иә. О, мен фотомен көрген кезде адамның сөйлеп отырған сөзінен де білуге болады адамның. Бұл бала кезінен дарыған қасиет. Иә. Sonra көп рахмет, тек қана денсаулық сізге тілеймін. Иә. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Алланың атымен бастадым. Жолдасым әксінің келіп отыр. Бұл салық кепті. Неше күн қаралып жатқан бұл кісі. Өзі видео түсіріпті бұл кісі. У вас это ясновидение есть, вот через это матери. Действительно, да? Мына кісіде бар ба? Несінде бар екен? Сізге айтып отырайын. Енді мына кісіге ризамын дейді. Мына кісінің көзінде де бар. Көзінде де бар, көретін қасиеттері бар. Ты глазами тоже видишь. Иногда. Не иногда, да? Вот так раз. Мәселе сондай бар. Онан кейін бар ғой, бірдемен сезіп тұрады, жанында бар екенін сезіп тұрады. Да, ты чувствуешь, что рядом кто-то есть. Да. Рядом. Да. А вот цветы дух есть вот это, через поколение передала. Есть же у тебя бабушка. Потом соңғы мен сізге айтып, оларға сенсін деп айтты дейді. Да. Олар. Нет, он хочет сказать, чтобы ты им верила. Айтпаса ауырып тастайды бұл кісіні дейді, сөйтеді. Одан кейін көп қозғалған жақсы көреді, мына кісі рас па? Иә. Қозғалады көбінесе, Движение много. Өйткені биоток көп. Мына бізде зерттейді ғой, анда биотогы бар адам жатып алатын болса ауру болып кетеді. Мен мысалы 67-ге келгенмін, тын таппаймын. Спорт неменен бегаю 2 километр, потом штанг поднимаю, отжимание делаю. Не, я примерно. Это он про себя рассказывает, что он двигается больше. Много движений делать надо. Надо двигаться. А вот потом у вас это руку тоже энергия есть. Қолда да бар энергия мына кісінің. Ток соғады. Нет, вручную, в руки энергия. Кейде ток соғады екен, өзің сұрашы. Тебя же током бьет же? Да, А не, ток соғады. Мен мына кісіні бірінші рет көріп тұрмын. Энергия болады, ток соққан адам бірінші рет көріп тұрмын. Одан кейін бұл кісіге айтайын, менің аруақтарым қазір риза болды. Жаңа бұл кісі сөйлемей қойғанда мен айтпай қоя жаздадым. Менің жанымда періштелер бар. Духи его довольны, что он стал. Сондай. Одан кейін бұда тағы бар. Мынан бір балаларға беріледі. Барағана балаларға беріледі, бірақ бала болмай тұр ғой, әйтпесе беріледі. Сондықтан бұл балалар жоқ болғандықтан бұл кісі өз ұстау керек енді. Өз ұстау керек бұл кісіге. Ты должна сама теперь вот это. Как открыть? Как открыть? Приходите, я помогу. Мен қазақша айтайын. Бойында қасиеті бар адамдар, жолдан асасқандар болады, соларға Құран оқы, дәрет ал, дұрыс жүр деп бағыт бағдарды 15-20 жыл тәжірибем бар. Сол себепті мен көмектесе аламын толық. Ал енді біз дінсіз ондайды қолданатын болса, біз атасып кетеміз. Ең басты дәрет дұрыс болу керек, содан кейін Құран үйрену керек. Бұл кісі өзінше өз тілінде
не дұға оқу керек болса дұға оқып Ты на своем, на русском ты должна это свое. көпке тілек тілеп жүру керек бұл кісіге Молитву постоянно. читать вот это. Чай. ол міне оқып жүр соны тастамасын постоянно Иә, постоянно. таңертең тұрғанда Чтоб оқу ты- керек екен бұл кісіге рахмет айту керек аударып берейін содан кейін тамақ ішіп отырғанына бәріне рахмет айтсын осы бергеніне Ты должна всему говорить, что ты утром проснулась, спасибо, Я что благодарю. всех благодаришь. одан кейін бұл кісінің бір жақсысы жүрегі таза екен оны айтыңыз жүрегі таза Сердце твое чистое, говорит. біреуге жақсылық істегісі келіп тұрады дұрыс па сізден сұрап Иә. сіз жолдассыз ғой Я. Постоянно біреу көмектескісі келіп тұрады. Утром просыпаюсь. одан кейін это Ты хочешь всегда всем помочь. күнделікті кешірім сұрап жүрсін қателігі білмегеніне сөйтсін болса За незнание, что ты сделала, за ошибки свои, ты должна прощения просить. а у вас Я всегда прощу. это хорошо соны енді сол орындап жүр екен жақсы Иә. енді бұл кісі жаман болмайды егер осыны орындамай қойған болса баяғыда бұл кісі баяғыда кемтар оқушы еді құдай сақтап жүр бұл кісіні Если ты вот это не делала бы, ты бы давно инвалидом стала бы. А, я благодарю. енді қандай өзіңізді абай облысынан келіп тұрғандығыңызды айтыңыз соның ішінде Я мына Абай облысынан келіп тұрмын. Мына кісі осы местный тұрғын ғой бұл. бүгін үшінші күн қаралдыңыз Иә, бүгін үшінші кімнен күн. естіп келдіңіз бұл да біреу Мен мынау әйелімен жұмыс істейтін бір жігіттен, Ринат деген жігіттен соны естіп келдім. Я вот это здесь лечение провожу, вот водка бросает некоторые, Я не да? пью. Не, пример. Вообще. Водка бросает, вот как сказать, это ұрыс керіс санам болып жатады, адамдар түсінбеушілік болады, соларды духовный очищай вас. Непонятки, где в семье происходит. Жақсы. Ага. Все. Ауданынан келіп отыр, бұл кісі мынау жолдасы мына кісінің. Иә. Сонда да бұл жерде маған келеді ғой, некеге отырса мынау сондықтан орыс қазақ бір-біріменен жарасып тұрса тұра береді. Бұл кісінің тамырын ұстадым, небір қасиет бар және бұл кісінің жүрегінің тазалығы сондай халыққа жақсылық жасағысы келіп тұрады екен. Бұл кісіде қасиет бар екен, мойындайсыздар ма? Иә. Одан кейін мына кісіде көріпкел қасиеті бар. Да. Көріпкел қасиеті бар. Одан кейін бұл кісі жан-жағындағы неменені бір адамның бойындағы қасиеттерді, періштелерді көріп тұратын қасиеті бар екен. Да. Міне көрдің бе, ерекше қасиет. Да. Одан кейін былай айтқанда духом общает дейсіз да, вообще-те? Иногда да. Не иногда, да. Одан кейін бұл адамдарды бірден танып қояды екен. Бар ма? Сразу знаешь человека, да? Да. Сразу біледі. Одан кейін кей кезде өз-өзін ұстай алмай айғайлайды екен. Ты же орешь же всегда. Да. Кричу. Сөйтеді екен. Боюсь, иногда боюсь этого человека. Одан кейін біреуді біліп тұрады да жақсылық жасайын дейді да ол күнә болып кете ме жоқ па деп өз-өзі тартыншақтап бұған ұстаз болмай жүр. Бүгін мен оған ұстаз болып тұрмын. Ол рас па? Да. Енді қуанып тұр ма екен бұл кісі? Ты рада? Да. Енді бұл кісі ашылады. У вас это энергия, положительная энергия. Положительная энергия это очень хороший. Одан кейін бұл кісінің бір жақсысы ақ көңіл адамға несін қолындағысын бергісі келіп жақсылық жасағысы келіп тұрады. Да. Да. Жұмысын ұқыпты істейді, одан кейін немене біреуді ренжітіп алса, соны кешірім сұрағысы келіп, нетіп, бекер ренжітіп, қиналып сөйтеді екен. Когда ты обижаешь, обиделась, типа, а потом ты хочешь... А потом я за этого человека переживаю и Мына мысленно кісі прошу прощения. Мына кісі онда бақытты екен, тура мен сияқты екен. Мен де солаймын. Иелерім қатты еткенде біреулер сондай бір қарсы келіп тұрса, қарсы көп қандай кемшілік болып тиісіп жатса, сол жерде ұрса кетемін де, одан кейіннен барып өзім кешірім сұраймын екен. Ол жақсы. Кешірім сұрағанды Алла жақсы көреді. Бағы жансын, бұл кісіге көмектесем, бұл кісі менің ерекше бір шәкіртім болады. Әмин, қабыл болсын. Сіз үш ата-бабаларыңыздың балуан болған жас кезіңіздің түгелін айтып бердім, дұрыс па? Түгел. Енді қараңыздар, мына бауырым мен жақсы кетемін, мына бауырым мен сағынам ғой міне. Мына бауырыма анаған барып ананы жасап тұрғанымды, маған тамыр ұстатшы айтып берші деді. Мен осыны айтатынымды мына білді. Бірақ Алла білдірсек айтамын дедім. Енді қара, мына жерден ажымайын жаса десем, ана ұстап, бұл кісі айтып үлгерген. Ананы жасайтын болсаң, вообще жап-жас сияқты шауып жүресің мен сияқты. Рас айтамын. Мына таяқ тастайсың, таяқ тастайсың. Өзің ата-бабаларың осы жатқанын жақсы көріп отырған жоқ.
Егер буга беретін болсаң, олар Жоқ, бағып келмейді. Қарындастарым үйлер бақырып көріп боқтап. жас кезінде міне өзіңіз қазір деп тұрсыз ғой. Жас кезінде борец болдыңыз, төскіш болдыңыз, өзіңіз болдыңыз. Бәрі дұрыс қой. Мен бәрін там ұстадым. Оқуға да күшті болдым. Одан кейін біліміңіз жоғары, оқыдыңыз ба дедім. Сіз оқыдым дедіңіз. Сіз оқуыңыз керек еді дедім. Сөйтсем, біліміңіз итак жоғары. Сіздің санаңыздың, сіздің жігерлі екеніңізді, сондай пысық екеніңізді, жырпоз екеніңізді түгел айттым ғой жаңа. Жаңа түгел айттым ғой. Рас па? Енді сізге пристание жасау керек, ананы ұстап отырып. Күніне 5 жасасаң жетеді, 5. Семей қаласынан қалай келіп қалдыңыз? Семей қаласынан машинамен келдік, баламыз бар, семьямызбен. Кімнен естідіңіз? Мен Оралхан деген сіңілімнен естідім, айтып отырмын. Ана күні Айгөздің ар жағандағы Тарғатай ауылынан. не деген тау аймақта? Тарғатай ауылынан. Тарғатай ауылында. Ол кісі келген кезінде, осында келіп кеткен. Мені сол әкелмекші болған былтыр. Оған келе алмадық, әкеле алмады. Соны мұн ұлым бүгін бос екен, осы алып келді. Мынадан кейін ұлым алып келді. Мына балаңыз бар ғой? Балаңыз 7 күнде кішкене бері өзгереді. Қазір мына сөйлемейді, тіл жоқ. Міне қанша балалар, кішкентай балалар тілдері шешіп жатыр. Мынаның бәрі күнәда болған. Күнәда болғанда сізден бір нәрсе сұрайын. Сіздің ата тегіңізде қасиет бар, соны мойындайсыз ба? Мойындаймын. Естіп беріңіз. Естуім бар. Сол қасиетті, сол ата балалар намаз оқыған, Алланың жолына түскен. Сол жолға түсу керек, бұл Алланы мойындау керек. Мен бұны Алланы мойындатамын, өйткені мен имаммын ғой. Біз мына теріс бағыт бермейміз, дұрыс жол қарай бағыттаймыз. Сол арқылы бұл жазылады, емдейтін періштемен Алла тағала емдейді. Біздерді осыған себепші қылады міне. Сондай сіздікі. Жаңа сізге айтып бергендердің бәрі дұрыс па? Тамырдан ұстағаным? Дұрыс. Алла тағала енді сіздер сұрайтыны, Алла тағаланың кешірім сұрап, кешкі уақыттарда осында 7 күн емдересіз, 7 күннен кейін. 7 күннен бір өзгеріс кіреді, Алла бұйырса. Бірақ сіз оны 7 күн келе алмаймын деп отырсыз. Онда Семей қаласына өзіңізге барамын. Адамдарға айта жүресіз, туысқандарға. Айтам. Жақсы. Мәшалла. Алла тағаладан, рахым пайғамбардан шапағат болып, осы анандай алыстардан естіп жатсың, Алла тағала себеп шығып, Алла тағала. Және өзімізді мойындап отырсың, осы баланы осы кетінде қазір міне түсіріп отырғанымыз, мына бала қазір сөйлемейді. Сонан кейін дұрыс жүре алмайды. Осы ертеңгі күні жақсы болған кезде, сол кезде үлкен сүйінші, қуаныш болады. Соған жеткізсін еді. Алла соған Амин.